Mına asımızda bastayık, tamak salınып жатыр. Қазір тамақ келем дегенше мынау жалпы аруақтарға баштап тұран оқтай. Осы жерде Қаумен жақсылар, Алланың рахматы болып өткендерге барлықтарымыздың ниеттеріміз қабыл болсын. Аллаху Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya bar Kudaya şu Allah'ın sözü haşiyetli Kur'an. Uzak жақыннан келіп айналайын. Қозын созып алақан жайып отқан көпшілік. Әуелі Құдай сіздерден үміт етіп шаруаттарға, сіздердің өтіп кеткен ата-бабаларыңызға, туған туысқандарыңыздың рухына жетсін. Оқылған Құран дастарханның егелері, ас беруші кісілердің ата-бабалары, атасы Қамбербекке, әжесі Ұлбасқа, әкелері Шүкірілі, Құрманәліге, әпкелері Несібелі, Жұмагүл деген бауырларымыздың рухына бағыштады. Құдая бүгінгі жайылғанның дастарханның сауабын, бауырларымыздың ықылас ниеттерінің сауабын, дүниеден өткен айналайын Жаманбай атамыздың ұлы Құрбан атаның рухына бағыштады. Құдая осы жерде қол жайып отқан Құрбан атамен араласқан барлық ел аман болсын. Құрбан ата ұрпақтарының жасаса өмірлеріне, істесе кәсіптеріне Құдай береке берсін. Құрбан атамыздың ұрпақтарын Құдай досқа күлкі, дұшпанға таба, намартқа душар қылмасын. Бауырларымыздың жайған дастарханына Құдай береке беріп, ниеттері қабыл, жүздері жарық, алтын үйлеріңізде тек қана тыныштық болсын. Аллаху акбар. Қолыңызда сізден бара сұрап амин кәдімгі. Ya Құдайым, бүгін беріліп жатқан ас қабыл болсын. Ол жайып отырған ағайынның барлығының көкейінде иман нұры шалқысын. Елімізге береке, бірлік, татулық тілеймін, рызық дәулет тілеймін. Тамақты өңдерменен, үз жолыменен тарап өтіңіздер. Айтулы датаны осылай арнайы ас беріп, Құран оқып, ата жасап, атап өткеліп отырмыз. Енді биылғы жылдың ерекшелігі ретінде 25 жылдың мынау Құрбан атамыздың жатқан жері Қарабұра кесенесі. Сол Қарабұра кесенесіне бүкіл Қоңыраттың атынан Құрбан ата ұрпақтары ұлан асыр ас берді. Сол асты жаңа аяқтап біз осында келіп жатқан жағдайымыз бар. Осы асқа арнайы көптеген жерлерден сыйлы азаматтар келіп жатыр. Ол азаматтарды қазір келгесін таныстырамыз. Бірқатар жолда келе жатыр. Енді сол Қарабұраға берілген асты біз ары қарай жалғастырып, осы Құрбан атада астан бапта ары қарай жалғастырып отырған жағдайымыз бар. Бүгін қонақ асымыз ертең үлкен түскі аста осындай тіріпті. Енді ертең мынау кесененің, жаңартылған кесененің ашылу рәсімі болады. Мына осы Құрбан ата мәдени рухани кешенінде салынған қонақ үйіміздің ашылу рәсімі болады. Иманға елді ұйытқан Құрбан ата деген арнайы кітап шығарылған, Қоңырат тарихы мен шежіресі деген арнайы кітап шығарылған. Сол кітаптардың таныстырылымы болады. Міне осындай шараларды мен сіздерге айтып өтіп кетейін деп отырғаным. Енді сол бүгін кешегі асқа, бүгінгі асқа арнайы келіп отырған үлкен қонақтарымыздың бірі мына Кенже Абдуллаев деген бауырларымыз. Кенжекене қазір сөзді тек мынандай бір себеппен бергелі отырмын. Кенжекем бүкіл республикадағы Қоңырат қорының төрағасы. Сондықтан да Құрбан атаның ғана емес, бүкіл Қоңыраттың атынан бұл кісі бір ауыз тілегіңізді тілейміз. Үлкен жағдай болып жатыр. Кешеден бері ұлан ғасыр атамызға Құран оқытылып, ата оқытылып жатыр. Өлінің әруағы зырмай, тірі қаймайды дейді. Сол сияқты бәрілерін оқып жатқан, атамызға оқыған Құран қабыл болсын деген келеді. Ал енді сол ұрпақтарына тілейтініміз тек қана жақсылық,
бастарыңыздан бақ, қастарыңыздан қыдыр кетпесін, бақ қайта барасың, ынтымаққа барам дейді. Сол сияқты ынтымағымыз мықты болып, деніміз сау болып, әрқашан осындай үлкен аста басымыз қосып жүре берсін. Рахмет, рахмет. Құрметті ағайын, мына биылғы беріліп жатқан 25-ші рет беріліп жатқан асымыздың үлкен ерекшеліктерін айтып өтті. Енді осыдан 25-26 жыл бұрын мына кеселер бой көтерген еді. Ал ол кездегі құрылыстың технологиясы қандай, құрылыс материалы қандай, зәулім бой көтерген кеселеріміз қазіргі заманғы талапқа сай осыған байланысты көп жұмыстар атқарылды. Ертең барып көресіздер кесененің жаңғырған сәулетін. Енді осы жұмыстың басы-қасында жүрген Болат Қазыбеков ағамыз, Пермекүл ағамыз, және Көбен ағамыз, тағы да басқа ағаларымыз үлкен тірліктер жасады. Енді осы мәселе бойынша Құрбан ата қоғамдық қорының төбе биі, Астана қаласында тұратын академик ағамыз Болат Көкеден бір ауыз сөз тыңдайық. Құрылған кесененің қайтадан жөндеуден өткізіліп, және осы рухани орталықтың астынан жай салынып, барлық жағдайларды бұрынғыдан да дұрысталған, оның үстіне Қарабура әулиенің жанында жатқан атамызға арналып бүкіл Қоңыраттың атынан Құрбан ата ұрпақтары ас беріп, кеше ғана бүгін ғана енді келіп осы үйде жалғасын тауып отыр. Сол құтты болсын бәрімізге. Жаңа Өмірзақ Айтбайұлы ағамыз айтқандай, біздің елімізге, біздің ынтымақтылығымызға, біздің барлық болашақ біздің тірліктерімізге осы біздің атамыздың сері тиіп, оның әруағы қолдап жүрсін дейміз. Әрқайсымыздың, әр ұрпағының отбасында ынтымақ пенен бірлік болып, денсаулықтары мықты болып, өздерінің армандарына жетуіне тілектеспін. Келген қонақтардың барлығына рахмет деп, оларға ырзашылығымызды білдіреміз. Бүгінгі ас, бүгінгі ниет қабыл болсын. Болат аға көп рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, дәмнен алып отырыңыздар. Енді осы дәмнің үстінде бірқатар тілектерімізді айтып алайық деп отқанымыз. Қазір енді дәмнен тұрғаннан кейін бәріміз жан-жаққа тарап кетеміз. Дегенменен ертең үлкен әңгімелеріміз ертең, жаңағы үлкен шараларымыз ертең. Бірақ сол ертеңгі жұмысымыз қалай болады деген мәселелер бойынша дәл осы шаңдағы шыққан жерді көгалдандырып, абаттандырып жүрген осы қордың төрағасы. Ол төрағамыз Үмбет Жүсіпбаев ағамыз. Енді Үмбет аға, сізге сөз берейін деп отырмыз. Бер келіп көптің алдынан шықсаңызшы. Мына өздеріңіз 25 жылдан бері келіп жатқансыздар, білесіздер. Алғашқы заманғы жағдайға жеттік. Енді Үмбет аға, сөзді өзіңіздің тыңдайық. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайындар. Бүгін бір керемет күн. Өйткені ата ұрпағы нағашыларымызға Қарабураға барып ас беріп тағзым етіп келді. Енді жақсының жақсысын айт нұрдассын дейді. Ол тіршіліктің барлық нәрсе бүгінгі таңда қаражатқа байланысты сақтаған дегеніміз Алматыда жұмыс істейді. Жаңа Орханда толған ұрпағы. Мінекей
соның бәрін көтеріп айтыс бар ол жерде, палуандар күш салыста, тағы да бірнеше іс-шаралар өтті. Мінекей соның бәрін мойнына көтеріп жүрген Сақтаған деген біздің ініміз бар. Мынау сіздермен жалпы қайырымдылық қордың атынан, халықтың атынан сол інімізге рахмет айтып қойсақ артық болмайды ағайындар. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің атамыздың кім екені белгілі, тарих мойындаған. Мінекей біз соның ұрпағымыз. Мына жер соғысының атындағы жер. Міне жылдан жылға біздер сіздермен бірге осы жерді шамамызды келгенше көркейтіп жатырмыз. Әлі де алда істелетін жұмыстар көп. Оны мен сіздермен бірге атқара береміз деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мен жалпы тұратын жерім Түркістан, жұмыс орын автовокзалдың 2-ші қабаты, кез келген Құрбан атаның ұрпақтары, Қоңырат ұрпақтары, жалпы иісі мұсылман келіп, пікір таласып, жаңағы сол сайдан деген адамдарға 24 сағат сөйлетіп біз дайынбыз. Қызмет етуге, тыңдауға. Мен шамамыздың келгеніне шейін. Бүгінгі таңға дейін солай қызмет етіп келатырмыз. Екінші айтарым, сонау Астанадан, Алматыдан келіп атқан көкелерге, бізді қолдап істеп атқан тіршілігімізге жаңағы мынау нақтылай әрі өздерінің ақылдарымен өсиет беріп отқан Алматыдан келген Өмірзақ көкемізге, Кенжебек інімізге, Ғайыз көкемізге отырген, Полат көкеміз өзінің армиясымен келіп жатыр. Революция жасасын ойы да бар. Оның бәрі іске аса берсін. Рахмет. Қалқан тамамыздар. Мынау келіп жатқан кісілердің барлығы репетименен орнығып жатыр. Башқұртстаннан, Өзбекстаннан ғалымдар келді, Қытайдан да келді. Ал осы конференциямызға, республикамызға танымал ғалымдар келді. Мына Ғарифолла Есім деген үлкен философымыз бар. Ол кісі баяндама жасады. Өмірбек Байгелді деген көрнекті мемлекет қоғам қайраткері. Ол кісі жақсы баяндама жасады. Мынау Жамбыл Артықбаев деген профессор бауырларыңыз, сонау Евразия университеттен келген. Ол кісі жақсы баяндамалар жасады. Жалпы Құрбан атамыз дейміз. Енді конференциядан түйген ой, Құрбан атамыз да әулие сипатты деп келдік. Ал біз Құрбан атамызды әулие деп атайтындай жағдайымыз бар екен. Өйткені соңынан үлкен әулет өсіп өнген. Тағы да ол үлкен әулет имандылықпенен өсіп өнген болғаннан кейін оның басында тұрған Құрбан атамыз неге әулие болмасқа? Міне осындай үлкен тірліктердің басқасында жүріп, конференцияның модераторы болып атқарып берген мына Құлбек бауырларыңыз. Енді Құлеке осындай ас жиында үлкен тілектерді айтып жатамыз. Сондай тілектердің біреуін сізге айтайық көптің атынан. Өйткені сіздің үлкен тойыңызда көпшілік бола алмады. Мына Құлбек ағамыз жақында пайғамбар жасына толып, ұлан асыр той жасады. Ол той ішіп жеудің той емес, ол той ғылымның, білімнің, өнердің, мұражайдың тойы болды. Міне Құлеке, осы пайғамбар жасына толғаныңыз құтты болсын дей отырып, сізге микрофон ұсынамыз. Былай ағайындар, Хазірет айналайын. Арамызда сонау Алматыдан біздің ғана ағамыз емес, тұтас қазақ елінің ағасы, біздің ғана жанашырымыз емес, халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті керек болатын болса, елбасымыздың өзі президенттікке кандидат
ештеңе жоқ қой. Кандидат. Кандидат кандидатурасын ұсынған кезде елбасымыз тарихи бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан да емтихан алған комиссияның төрағасы ретінде. Сол бүгінді жалпы өнерімен, қазақ өнері мен ғылымының бас көсеміне айналып отырған көкеміз сөйлегені дұрыс болады. Біздің енді қазір бізге сәл дұрыс емес, ол біз сөйлей жатармыз, бірақ сол өмекең академик Өмірзақ Айтбайұлына сөйлегені дұрыс. Өтінеміз. Қымбатты бауырлар, ағайындар, үлкеніңіз бар, кішіңіз бар. Құрман атамыздың аруағын әздіктетіп келіп отырған естияр азаматтар, бәріңіздің көбіңізбен қол алысып амандаса алғанымыз жоқ. Сәлем деген сөздің анасы дейді. Сондықтан бәріңізбен амандасып алғаным. Ассалаумағалейкум үлкен кіші ағайын. Жаңа мақалдатып мәтелдетіп сөйлеп жатыр ғой ағайындар. Шынында да біздің қазақ өзінің өмір сүру тәсілін ешқандай жарғы бағдарлама жазбай-ақ мақалдарымен тәптіштеп айтып кеткен. Мақалы бүкіл өмір сүру жолы, мәні мағынасы бәрі сонда. Ұрыстан сұрапты дейді, бәріңіз білесіздер. Қайда барасыңдар? Ынтымаққа барам деген екен. Бұл мақал біздің ғажайып атамыз, әулие атамыз Құрман атаның аузынан шыққан дүние сияқты. Сол сияқты әулиелердің аузынан шыққан сөз сияқты. Өмір бақи бізге жеткен аңызға қарағанда Құрман атаны біз ұмыта алмай жүргеніміз. Құрман атаны соншама қадір қасиеттеп жүргеніміз. Құрман атаның бойындағы осы адам баласының бойына жарасатын небір асыл қасиеттердің бәрі сол кісінің бойына тән екенін көзіміз әбден жетті қазір кіші түгел. Біреудің алажырын аттамау, өмірде еңбекпен өмір сүру, адалдықпен еңбек ету деген іс тірліктің барлығының басы қасында сол сөзінен басталған сияқты. Бүкіл өмірдің тіршілігін талдап, таразылап көрсеңіз, әрбір қадамы, әрбір жасаған іс қимылы өзінің ұрпағына тастап кеткен үлгі-өнеге сияқты. Сондықтан да сіздер жиналып отырсыздар. Әсіресе мына жастарға осындай адамдық қасиетін қастерлеп келіп тағзым етіп отырғандарыңа мейлінше ризамын. Көсегелеріңіз көгерсін айнал кейін жастар. Ол неге? Қара бура менен көңілдес дос болды. Қара бурада бір елдің үлкен тұлғасы еді. Елді қорғаған, елдің басын біріктіруге ұмтылған, міне сондай адамдардың сол көздің өзінде бас біріктіріп, елдің басын біріктіру деген идеяны ұстағаны бізге өмір бақи өнеге. Ол ғана ма, мынау жатқан Шаянның бойында ар жағында жатқан Байдабек атамыз бар. Байдабек дейтін атамызбен білесіздер, аңыз бойынша біздің бабамыз Мелдеби, Қызылби деп аталған. Мелдеби мен құдандалас болып, екі бірдей апамызға құда түсіп, ең алдымен үлкеніне
Ол көзі шапыраштанған апкеміз екен. Мейінше қарулы, мейінше іскер. Бәйдібекке келін көп түскеннен кейін сол әулеттің бүкіл шаруаның барлығын игеріп алып кеткен. Міне содан әлденеше ұрпақ көріп, Албан Суаннан басқа біздің ұлы жүз тармағындағы ағайындарымыз сол апамыздан өрбіген. Ол ғана ма, қартайған тұсында ол апамыз өзінің жолдасына өтінішін айтып кетеді. Мынау кейін өсіп жатқан балаларға көзіне шөп салмасын. Менен кейін бой жетіп отырған сіңлім бар. Сен есіңді соны ал, деп оны да алып беріп кетеді. Міне одан иісті қыз, өте әдемі қыз екен, иісті деп атайды екен. Содан ыстылар басталып кеткен осындай шежіре тарихтар бар. Міне сол бабалар бірімен бірі ынтымақтасып, бірімен бірі басты үстіріп, бірімен бірі осылай берекелі тірлік бас қосып жүріп, елдің бүкіл қазақтың қамын ойлаған тұлғалар. Міне сондай тұлғаның бірі біздің бабамыз Құрбан ата. Сондықтан да осы Құрбан атаға қызмет жасап, мен бір сәті келмей жүреді, мынау үмбетіне бір өзімше өз атымнан бір рахмет айтқым келіп жүрген еді. Өйткені мынау ылғи келемді көріп кетемін, мына жерде шаңдатып жатқан кезінен бастап білемін ол дөңгелекті. Осы жерде игеріп алып, қаншама адам келіп отырып байыстау, әңгіме дүкен құрып, адамгершілік жайында сөз отыратын берекелі бір ортаға айналдырыпты. Соның басшылығымен рахмет айналайын, көсеген көгерсін. Сенің төңірегіңе сол адамдардың, адам сияқты адамдардың жиналып, мыналы керемет үлкен істі тірліктерді бітіргеніне іштей қатты риза болып отырмын. Мынау бүгін мына жерде шаңдатып жатып еді, мына қонақ үйді жазыпсың, келген адам дем алып кетсін деп. Бұл да үлкен тірлік. Бұның барлығы сенің ата бабаңа деген Құрбан атамызға, соның мынау Қожа Ахмет Яссауиге, мынау Арыстан бабқа, солардың ілімін арман қарай жалғастыруға тырысқан Құрбан атамызға деген ерекше ықылас бейілінің бір белгісі. Өсеген көгерсін, тағы да айтамын, аман жүр айналайын, ауру сырғаудан, бәле-желеден аман бол. Осылай елдің бәрін басын біріктіре бер, ата бабаларымызға қызмет жасай бер. Маңда бір рахмет, бәріңізге де қабыл болсын бүгінгі беріп жатқан ас. Құлақ сала отырыңыздар, ауыздарыңыз дәмде болсын, құлақтарыңыз бізде болсын. Одан зиян шекпейтін болуларыңыз керек. Мынау бүгінгі ас қонағасы атамызға, ең бірінші бабамызға беріліп атқан, сосын ағайынымыз, Құранның ішінде атап өтті ғой. Сол кісілерге берілген қонағасы, сол қабыл болсын. Мына бабамыздың атындағы қордың құрылғанына 25 жыл болған, 25 жыл толып отыр. Сол бұрын бабадан тараған ұрулар беретін. Ең үлкеніміз киікші, тіней, жары, сасық, көтен, жартыбас дегендей жылда бір ұру беретін. Осы үмбеттің алдында осы қорға мен бір-екі жыл басшылық жасадым. Енді Алматыдан келгесін осы бірдеңе білер деді ма, болмаса Алматыдан келген адамға қалтасы қалың деді ма, әйтеуір мені сайлап жіберіп, сол қордың жұмысын бірақ мен ары қарай алып жүре алмадым. Ол оңай шаруа емес екен, ағайын. Әркім өзінің шамасына қарау керек, әліне қарау керек. Қорға президент болатын адам қалтасынан
бұлда ақшаны шығарып жіберіп аямай жұмсау керек екен. Оған енді мен қағаз кемірген адам 30 жыл Алматыда. Жылдап телевизордан шамалы көрінгеніміз болмаса, ол ондай қайраткерлік менде болмай шықты. Содан мен өзімді келістім. Сосын енді сайлаған ағайындар шамасы менен көтерілген болу керек, мені алып тастады. Сөйтіп, мына бір 4-5 жыл болды, Үмбет Жүсіпбаев деген інімізді қорға төраға қойған болатын. Жаңа Өмекен көкемнің айтып отырғаны рас. Мына жерде мына бастырманың жарымы ғана болатын. Оны да маған дейін қордың төрағасы болған Жұмағұл Малдыбек деген есімді Жұмағұл Малдыбек есімді ағамыз салдырған болатын. Ол енді Малдыбек деген фамилия. Осында көбісі Жетісайдан келген азаматтар, ағайындар, жандар, байларымыз деп жатыр, Оразгелдіміз деп жатыр, біреулер Құлшығашпыз деп жатыр. Мен солардың келгеніне қуанып отырмын. Иә, Жетісайлықтар жақсы біледі, Смағұл Малдыбек ағамыздың туған інісі еді. Бүгінде марқұм болып кетті. Сол секілді ең қордың басын Дүйсенбек деген ағамыз ұйымдастырып басқарған. Ол кісі де марқұм болып кетті. Егер бұл биылғы ас беруіміз 3 күнге созылғалы тұр ғой енді. Басын қара бура етіп. Кеше қара бураға барған азаматтар болса, осыны да көрген шығар. Қара бура әулиенің абыз батыр сол тарихи тұлғаның қасында біздің құрбан бабамыз жатыр. Соған ескерткішті қойған жаңағы басын көтерген деп айтуымыз керек. Дүйсенбек деген қордың алғашқы президенті. Ал енді қойшы әйтеуір сол мына өздеріңіз көріп отырған бар жағдай, жаңа Өмекен көкеміз айтқандай, алдымыздағы абыз ағамыз айтқандай, осы 4-5 жылдың ішінде бас көтерген дүниелер осы. Мына жерде бір 50-60 адамға жай бар. Ішінде кәдімгі бүгінгі күні Алматы мен Астанада не бар? Жуынатын дегендей. Сол жағдайлар бар, шүкір. Мына жерде анау асхана, мына жерде сол бір жай киіз үй тұратын, осының бәрі жасалды. Өмекен көкеміздің қордың төрағасы Үмбетке алғыс рахмет айтып атқан себебі сол. Үмбет қабыл болсын. Иә, қабыл болсын. Иә. Сосын енді қаражатына салынып жатыр екен деп ойлап қалмаңыздар. Қордың қолымыздан келгенше бізде бірдеңе қостық қой, бірақ мына қордың төрағасы осыған 30 миллионнан астам өзінің жеке қаражатын жұмсады. Мұны мен азаматтық деп қарайын, ағайын. Ол енді бай да бар, арамызда Бағлан да бар, бірақ осы бабадан тарабек қой, ұлы әруағы риза болсыншы деп осындай кәдімгі қалтасынан шығарып, осы әруақтың жұмысына жан тәнімен беріліп кірісіп кету деген, ол бәрімізде бола қоймаған шаруа бұған дейін. Сондықтан Үмбетке риза бола үлгеніміз бар, ақсақал қарасақалымыз бар, бәріміздің риза болып тұрғанымыз сол. Оның үстіне қордың төрағасы биыл бәрімізге ақыл салып, біз аталық жақтан Құрбан бабадан тарасақ, аналық жақтан Жансаядан тараймыз ғой. Жансая түп анамыз, Құрбан түп атамыз болғанда, Жансая Қарабураның қарындасы еді ғой. Дүниеде жақсылықты ағайыннан, бетаулақ кейде жамандықты ағайыннан болады ғой. Құрбан баба әулие болған сонша айналасындағы ағайындарының ептеп ұрлығы бар, басқасы болады енді. Ұрлық болғанда үлкен ұрлық болмау керек енді. Бұрын қазақтың кәсібі ғой, барымташылық. Сол
аннан мындан дегендей кейде жақыннан ұятты көршілерден де жылқы қуып келе берген ба Құрбан бабаның інілері. Соны іздеушіге айтып қоя беріпті біздің бабамыз. Жарықтығанда әулие ғой, оның үстіне сопылық ілімі болған. Қожа Ахмет Яссауи жалпы дүние жүзіндегі сопылық ілімнің басында осы кісі тұрады. Бұл кісінің шәкірттері, мен жақында Башкириядан келдім, Башқұртстан. Құрт деген түрік, бас деген бас түрік деген сөз ғой, бәріміз түрікпіз ғой, енді айналып дегенде. Сонда қысқасы Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері сол Башқұртстан, осы Орал маңында бар екен. Ілім солай тараған. Иә. Регламент бар. Болды. Сол бабамыз ұстаған іліміне адал болғандығы ғой енді. Көрші қолаңнан, алыс жақын ағайыннан, жекжаттан ұят болмасын деп, інілері қуып әкелген малдан қайтартып бергізіп отырады екен. Содан енді бір күні, күйдік қой осы шалдан деп, қол аяғын байлап, Құдай кешірсін енді. Жеткен аңыз ғой енді, точно білмейміз. Сол бетпақдадаға апарып тастаған ғой. Сонда еріні кезеріп шілде болу керек. Жатқан кезінде бір түйелі қыз бала келген екен. Келіп бәтір ау не қылып жатқан адамсың деп қолын шешіп. Сөйтсе мен адалдықтан қылған пайдам, тазалықтан кеткен жерім осы болды. Қайтайын, өзіме өкпелейін, ағайынға да өкпелемеймін депті. Әулиелігі ғой. Сонымен бірақ ана қыз бала тәптіштеп сұрап, сөйтсе құрба атыңыз кім? Құрбанмын депті. Сөйтсе ой маған Алла аян беріп еді. Тағдыр маған сізге жар болуды жазған деп қысқасы қол аяғын шешіп түйесіне мінгестіріп алып ел жұртқа алып келген екен. Бірақ бұл кісілердің некесін 2 жылдан кейін Хызыр алейхиссалам кескен екен. Көрдіңіздер ма? Ал ол Жансая деген кісі Қара Бураның қарындасы екен. Осы жағдайларды ескеріп, біздің төрағамыз басқарма деген болады. Менде бір мүшесі ме ғой деймін, соны білмеймін. Ақыл салып бәрімізге. Оның ішінде билік институттарымыз бар. Кеңесші деген сөз ғой, советник. Бәріміз кеңесіп отырып, биылғы асты Құрбан бабаға, Қара Бураға асты біз берейік деп шештік. Сөйтсек, бізден бұрын Қара Бураға ас беруге қырғыздар таласып жүреді екен. Өйткені Қара Бура әулиенің бір зираты Қырғызстанда, басты зираты Созақта, үшінші зираты Ауғанстанда. Енді әулие адам болғасын, хан болған, соны бір тұтқан ел, өңір, сол кісінің зираты деп ескерткіш салған ғой енді. Советтер одағының кезінде Ленин жарықтыққа қай жерде ескерткіш қоймады. Сол сияқты болу керек, бірақ негізі жатқан жері сол Созақ екен. Біздің бабамыз соны қасына кеп жатқан. Қысқасы. Сонымен кеше мына Хазірет Тұрсын інім айтқандай, Қытайдан Шәміс Құмарұлы деген 13 роман жазған атақты жазушы, Қытай мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Сол кісі бастап келді делегацияны. Қырғызстаннан келді академик Нарбеков басқарып. Татарстаннан Резина, фамилиясын ұмытып қалдым ау. Осы 60-тан асқаннан кейін қыз балдардың атын ұмытып қалатын болып жүрмін. Ай өттіңіздер. Ұйғырдан Камалов деген академик басқарып келді. Кеше сөйтіп жақсы ғылыми теориялық конференция өткіздік. Сонымен осы іс-шараны бастадық. Олай ететін себебіміз
менің сіздерге айтып тұрғанымда аңыз ертеден ебінің желіндей есіліп кеткен аңыз. Ал енді аңызды малданып жүре беруге бола ма? Мұны тарихи, ғылыми тұрғыдан негіздеуіміз керек қойдып, халықаралық ғылыми теориялық конференция өткіздік. Оған жерден кісілер қатысты. Бұлай жақсы өтті. Және Өмірзақ Озғанбай, президенттің қасындағы республикалық ардагерлер кеңесінің төрағасы, сол кісі қатырып тұрып баяндама жасады. Сол дейдекемен жүре бермей, сөйтіп бір ғылыми негіздедік кеше. Оның үстіне соны ары қарай жалғап, Қарабура кесенесі тұрған өңірді, Созақ өңірінде қонағасы беріліп, әлі күнге дейін қазір жалғасып жатыр. Бүгін негізгі ас ол айтыс, ақындардың айтысы жүріп жатыр. Оны өздеріңіз білетін, біріңізге аға, біріңізге не дегендей құда жекжаттар да бар шығар. Көпен Әмірбек, қазақтың үлкен сатиригі, тума талант Көпен Әмірбек басқарып жатыр. Ал енді жаңағы астың бәрін ұйымдастырып, оның үстіне Қарабура мен Құрбан бабаның кесенесінің төбесіне алтындатып, бөркін тигізген, сақтаған деген ініміз Алматыда тұрады. Жаңақорғанның тумасы, киікші ағайыннан біздің. Сол әкем аманаттап кетіп еді осыны деп, сол азамат көтерді осының бәрін. Сосын балуандар күрес өтті. Бұны неге айтып тұрмын? Бұны айтып тұрған себебім, қор жылдан жылға қанатын жайып келе жатыр. Және күні бүгінге дейін біздің енді қазақта бір жаман нәрсе болды, жасыратын ештеңе жоқ. Ол рушылдық. Әркім өзінің ұрубасына, ұруының атасына ескерткіш қойып, соның айналасында кәкір-шүкір шай қойып ішіп жүріп, ал деп орнынан тұрып, бата жасап тұрып кетіп жүре берді. Енді мынау кіші жүз тама біздің нағашы жұртымыз, ұлы анамыз Жансаяның ағасы әулие Қарабураға қоңыраттардың қоңыраттар, алдымен қоңыраттар деп айтуымыз керек. Сосын Құрбан баба тұқымдары, ұрпақтары жиналып, биылғы діни және рухани іс-шараны атқаруы ол бәрімізге абырой болды. Құрбан баба ұрпақтарына да, сөз қоңыраттарға да. Және осы өнеге болып тарайдау деп ойлаймын. Келешекте енді оны сол елдің, сол ұрудың көргенді көшбасшылары, ақсақалдары, мына өмекең секілді солар біледі ғой әрине. Мынау бір дұрыс нәрсе екен ғой. Бөлінгенді бөрі жүйік деп, қазақ алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді дегендей, мынау біріміздің тұтқан соны ұрудың азаматтары, өсіп өніп отырған кейінгі ұрпақтары ас беріп жатса, бұл бір жарасымды тірлік екен ғой деп, осылай жасады. Сол қабыл болсын. Ал енді арамызға аяқтаған, солай басқарған, соның спикер Қазақстан Республикасы парламентінің тарихшы және тума тарихшы, бұлай жолдан қосылған емес, Өмірбек Байгелді келді. Бір қол соғып қояйық ағайын. Мынадай бір жағдай бар, мен тағы да таныстырып өтейін, ары қарай. Қареке сөйтіп таныстырып өтейін. Қош келдіңіз Өмеке. Өмеке қош келдіңіз. Еске түссеңіз айтарымыз, есімізге түссе. Өмекеңде азаматтың арнайы келуі, ол осы қордың келешегі бар деген сөз. Біз ректоры болған азамат. Сосын
Енді қысқасы өзінің саласында жаңалықты мынау нені радиацияны анықтау жөнінен үлкен ғалым ағамыз. Бұл күсінде мынау қонақасында мына құрметті қонақтарымыз келіп жатыр. Алыстан осы Құрбан ата асына деп арнайы ат басын бұрып келген Қазақстанға белгілі өте еңбекке сіңген абыройлы белгілі кісілер, академиктер, үлкен қайраткерлер келіп жатыр. Жаңа Құлбек таныстырды. Тойым жүндісіпті азаматты білетіндеріңіз бар. Бұлар көбісіңіз бірінші қатарда қол шапалақтап қойыңыздар. Одан кейін Айдархан Отанов деген азаматты бәріңіз білетін шығарсыздар. Киров районындағы мақта заводының директоры болып халыққа көп еңбек жасап жатқан азамат. Одан кейін осы кісілер, сіздер білесіздер, жылда өтетін 28-29 май айында өтетін біздің асымызды биыл бір аптаға кейінге қалдырған себебімізді білесіздер. Өйткені Қарабура әулиенің жанынан берілетін болғандықтан осы екі асты бір уақытта деп осы үлкен кісілер келетін болғандықтан біз ауыстырған болатын едік. Бүгін енді сол отырысымыз, осы қонақасымыз басталды. Келген аяқтарыңызға гүл бітсін, атамызды сыйлап, Қарабура әулиенің жанында жатқан біздің атамыздың асына келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Өмеке, Ғарифоллаға, Тоймаға, Мырзагелді Кемел біздің бауырымыз және Айеке. Қош келдіңіздер, сіздер мына асқа ас алыңыздар. Атыраудан болу керек, Атырау ғой, Ғарифолла Әнес, профессор. Халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Өмекеңді айттық қой, Өмірзақ Айтбайұлын. Сол кісінің орынбасары рухани інісі. Мынау осында бір нәрсеге назар аударып кеткім келеді. Сол Өмекең өздеріңіз түсініп отырсыздар, қазақ енді 300-ден тұрады ғой. Біздің бүгінгі мына іс-шарамызға, рухани іс-шарамызға ұлы жүзден қатысып отырса, бар ғой, осы ішінде де бар дегенде Өмекең келіп отыр ғой. Ал мына Ғарекең сол кіші жүз өкілі. Бұл біздің қордың, қоғамдық қордың жұмысының күннен күнге кең етек жайып, жалпы қазақтық алты алаштық сипат алып келе жатқандығының белгісі. Әйтпесе мына Ғарифолла есім Павлодарда Арғын баласы. Семейде ұзақ жыл жемісті қызмет атқарып, Өзекеңнің қолбасшылығында да бір уақыт істеген. Парламентте сенатор болып бір екі созып бүгін ұмытып қалдым енді. Қазір мәдениет министрі Москва, Ленинградтың түлегі Арыстанбек Мұхамедиұлы Әлиев деген министріміз бар ғой. Мәдениет және спорт министрі. Сол кісінің бас кеңесшісі. Жай кеңесші емес, бас кеңесші. Тағы бір кісі бар екен. Сіздер тамақ алып отыра беріңіздер. Осы биылғы асты ерекше жыл деп айтып едік қой жаңа. Сол астың ерекшелігі жаңа Қарабура бабамыздың басында берілетін болғандықтан осы Астанадағы бірнеше ағайындар, ол ағайындарды атап өткім келіп отыр. Ол ағайындар Көпен Әмірбек, Пірімқұлов, Керім, Жусанбаев, Омар, Кенжебеков, Рахымжан, Басқожаев,
Қалаш деген азаматтар. Осы кісілер сол ақылдасып біз Астанадан қандай көмек, қандай жағдайда болсын, біз көмектесейік деп сол жүргенде арамызда Шалатай Мырзахметов бәріңіз білесіздер. Сол кісі арамызда жүреді. Сол кісі Астанадан Шымкентке қоныс аударатын болды ғой. Сол кезде біз ол кісіге біз үміт артып, сол кісіге өтініш жасаған едік. Сіз Шымкент облысына бара жатсыз. Сол жерде биыл осындай ерекше ас өтейін деп жатыр. Сіз қоңырат ұрпақтарының атынан, Құрбан ата ұрпақтарының атынан берілетін асқа сіз басшы боласыз деп. Ол кісі қызу кірісіп кетті. Сөйтіп, мына кеше бүгін сол асты ол кісі штабтың бастығы ретінде осы облыс бойынша сол кісі қазір келе жатыр. Ол кісіні де таныстырып айтайын. Сол үшін бір өзіміз ықыласымызды білдіріп қояйық. Ол кісі осында. Қазір келеді. Тамақ алып отырыңыздар. Тамақты тез жеп алып, сосын бет сипап тұрып көте берушілік деген бар. Оның тұтас оңтүстікте бар. Таразда, Шымкентте, осы Қызылордада. Бірақ ағайындар-ау, алыстан келіп отқандарыңызды білеміз. Және осында қонам деп отырсыздар, Құдай қаласа. Ал енді мына ауылға баратындарыңыз бар шығар. Дегенде бүгін мына іс-шараға осындай қазақтың маңдайына біткен марғасқалары келіп отқан дұрыс болатын шығар. Иә, оны сондықтан жаңа қарын тойғыздық қой, бет сипадық қой деп құйрықты бір сипап тұрып өтпей, бұл кісілерден естіген әңгімені бұл кісілер халықаралық деңгейдегі азаматтар. Егер қазір шынымды айт деп қыстасаңыздар, мен айтар едім, Қазақстан Республикасын мемлекет ретінде қалыптастыруға атсалысқан қайраткерлеріміз. Сондықтан ол кісілердің әңгімесі бостекі болмайды. Әңгімесі әйтпесе бір ұрудың деңгейінде болмайды. Қайтсек, осы қазақты кәдімгі өркениеттің өркешіне шығарып, ұлы ұлт ретінде қалай қалыптастырамыз деп түн ұйқысын төрт болып жүрген азаматтар. Сондықтан кішкене сабыр сақтаңыздар. Бұл кісілер тамақтанып алсын. Ары қарай көкейлеріңізде жүрген сұраулар болса, сұраулар берсеңіздер болады. Сіздің отырарды басқарып тұрған кезіңізде негізі қаланған, осы кісінің рұқсатымен қаланған айту керек болатын болса. Аятты жаңа Болат ағам сырттан таныстырған Шалатай Мырзахмет, ол кісіні таныстыру керек па жоқ па сіздерге білмей, парламент мәжілісінің 2 дүркін депутаты, енді экс дегенді қоспай-ақ қойсам да болады. Түркия басбақан дейді. Башбақан. Енді үйді көтеріп тұратын бақан қойырды. Мемлекетті көтеріп тұрған министрді бақан дейді. Мүмкін о да дұрыс шығар. Түріктігі ұғым шығар. Сіздер тамақ жай беріңіздер. Сол Созақ ауданын райисполкомның аудандық атқару комитетінің төрағасы болып барып, құлдыраған жерінен құлағынан сүйреп көтерген. Сосын көп нәрсе өтпелі кезеңде құрып кетті ғой. Ал Созақ ауданында әлі күнге дейін келшегісі ғана емес, алдағысты ойлап салғандықтан мәдениет сарайы осы Шәкең салдырған, Шалатай Мырзахметов салдырған мәдениет сарайы әлі күнге дейін бір кірпіші түспей әдемі тұр. Болмаса Отырар ауданында да көп нәрсе өтпелі кезеңде аяқсып кеткен, сирексіп кеткен кездері бар. Қайтыстырген. Қазір. Сол Отырар ауданына да әдемі мәдениет үйін сыйлаған атқару комитетінің төрағасының орынбасары
Маған қосымша айтып жатыр. Мына қордың жұмысы өз жерге байланысты болады ғой. Соны Мұхаммад Қасым Шәкенов ағамыз басын бастап шешіп берген екен да, ал жер проблемасын ол кісіден кейін ауданға әкім болып келген сол Шалатай Мырзахметов аға, сіздердің ағаларыңыз, менің тағам, өзбекше айтқанда сол шешіп берген екен. Сол үшін де бір қол соғып жіберіңіздер. Ал құрметті ағайын, бізге ертең Құда қаласа сол кесененің ашылуы болады сағат 10-да. Оған дейін біз әлі әңгімелесеміз, оған дейін қонағасы болады міне. Ал енді келген кісілердің атынан бір-екі кісіге амандасу ретінде сөз берсек, ертең ол кісілер, құрметті қонақтар, ертең негізгі айтатын ойларын ертең де тағы айтады. Сол үшін бірінші Өмірбек аға, сізге және Шалатай Мырзахметов ағамызға штабтың бастығы ретінде кеше бүгін бұрындағы барлық іс-шаралардың басында жүрген осы екі кісіге, көмекке сізге. Ал ағайындар, алыстан орталарына бізде келдік. Анау сауабы мол, шапағаты мол, өте халқымыз үшін керекті іс-шара жасап атқаннан кейін естіп, шақыру алып, қуана келдік. Халықтың алдына келіп, амандасып, қауышып, көрініп, ақылдасып тұрғанға не жетсін. Енді жаңа сәл кешігіп келдік, оған кешірім сұраймыз. Осы жерге шауып келіп тұрып, мына ұлы аруақ Арыстанбапқа барып сәлем бермей, Құран оқып шықпай, тамаққа жүгіріп кетуге дәтіміз шыдамады. Оны енді дұрыс көрмедік. Сондықтан тамақта киелі ғой. Тамақтан қашуға болмайды, тамақ тастауға болмайды. Бірақ анандай әулие жатқанда мында бұрылып кеткеніміз дұрыс болмайды. Соған сәл кешігіп қалдық. Ал енді бүгін іс-шара жөнінде айтып қажеті жоқ шығар. Себебі келуіміздің сол болса да, сіздермен кездесуіміздің себебі сол болса да, басқа кішкене әңгіме айта тұрайық деген жаңағы ой дұрыс, мен оны қолдаймын. Енді менің айтайын дегенім, қазақ халқы біз көп ұйықтадық, көп кешен қалып қойдық, ұзақ езгіде болдық. Оны айту керек, басымыздан өткен дүние. Ал енді бірақ заманның өзгеретініне сездік, күттік. Өйткені ілгеріден жаңа ғылыми жұмыстармен айланысқан деп атыр ғой бізді. Біз сол іздеген уақытта ілгеріден қалған бір сөздерді таптық. Миқол гүлі шешек атқанда сақ әлеміне бақ қайтайын алып келіп қонады. Сол кезде жүздерің жайнап, аттарың ойнап, ешкімге бой бермей кете бересіңдер деген екен. Миқол гүлін көп іздедім. Не гүл бұл деп? Ол гүлді Қытайдан таптым, миқуа дейді екен. Дүнгандар да миқуа дейді екен. Миқол гүлі шын мәнінде жерде көрінеді екен, бірақ сол өспейді екен, қолмен егілмейді екен. Ол Алла тек көрсетеді екен, түседі екен, шын мәнінде ол көктің гүлі екен. Ол неше түсті болады екен. Сондықтан мына жұмақта сол миқол гүлі өседі екен. Енді сол заманның келгенінің белгісі ретінде Қабанбайдың кесенесі соғылып атқанда бір қария әйел ана елмен бірге келіп жүріп тұрып сол жерге ойпырмай жарықтық мынау миқол гүлі ғой, мынау шығыпты ғой деп отыра кетіпті бір гүлдерге.
Соны естігеннен кейін мен сол кісіні іздедім. Біздің елдің азаматы болса, ол кісі көп білетін адам болды ғой. Мен тауып алып сөйлесуім керек шығар деп едім. Еш ізін таба алмадым. Бірақ жаңағы өсіп тұрған шоқ гүлдерді көрдім. Мен де көріп таң қалдым. Бұрын көрмеген гүлім ғой мынау жарықта. Ал енді осы өсіпті, бәлкім шынында да осы болар деп сеніп қуандым сол кезде. Сол жыл өтті. Келесі жылы, содан кейінгі жылдарда үнемі Құран оқуға Қабанбай Батырға барған сайын қараймын. Бірақ ол гүл жоқ. Ол гүл үнемі өсетін гүл емес екен. Көрініп белгі берді. Мен шықтым, келдім. Мына елге енді бақ қайтан алып қонат деген сол хабары болса керек көктің. Міне содан мінекей жұлдызымыз жанып, егемендікке ие болдық. Мұны әркім айтқан осының болатын. Әр көріпкел, ғұлама адамдар ілгергі айтқан. Осы заманда заман өзгереді. Бақ қайтаяды келеді деген. 73 жыл, 7 жыл дегенді де көзімізбен оқыдық. Міне содан бері ояндық. Содан бері ептеп күш жинап, етек жеңімізді жинап келе жатырмыз. Әлі істейтін жұмыс алда көп. Бірақ маған ұнайтыны, мен өзім облыста жүргенде бастадым. Батырдың жиынын, Төле бидің жиынын. Енді ол мен деп айтқан, енді ол аса жақсы емес, енді адам өзін көлтіріп, өзін көрсеткен. Бірақ солай басталып еді. Осы елді қыдырып кетті осы әдет. Жерден батырларды, үлкен аруақтарды халықтар көтеріп, оларға ас беріп, кесенесін жөндеп, сөйтіп бастады. Осы жұмыс, біреулер ойлайды жай жұмыс деп. Бұл жай жұмыс емес, бұл ұлы құбылыс. Біз ата-бабамыздың аруағына жүгіне бастадық. Соларға сыйына бастадық. Солардың көңілін аулай бастадық. Міне бұл деген үлкен жұмыс. Мына сіздер келіп отырған бүгінгі жұмыс өте халықтың келешегі үшін үлкен жұмыс. Үлкен мағынасы бар. Ертең мұның жалғасы болады. Ұрпақ бұған үйренеді. Бұл ұрпақтың салтына айналады. Міне содан кейін халық өзінің есінен еш уақытта ажырайтын болмайды. Есін жинап алады халық. Кішкене жаңағы ұру деген жерге келіп, кішкене жігіттер ұялыңқырап жатыр. Дәл осы жерде ұру жөнінде ұялатын жер емес. Ұру жөнінде ұялатын жерді мен айтайын. Ол мына мемлекеттің қызметінде. Дәл сол жерде ұруға қарай адамды қызметке қалай алуға болмайды. Ол мемлекеттің жұмысы. Ал мынау ұрудың жұмысы. Анау күнде бір сөз болып қалды, ұру дегенді қою керек, анау мынау деген. Мен енді кеп сұрады телевидениеден. Мен айттым, ұру қойылмайды ол. Өйткені қазақтың сүйегі керегесі ұру. Ілгері заманда осынша даланы біздің халқымыз қалай алды? Қалай жинай алды? Бізде казарма болған жоқ, 100 мыңдаған әскерді жатқызып қойып, осыны асырап жататын. Ол үйде болды әр сарбаз. Үйінің қасында аты тұрды, найзасы тұрды, барлығы дайын тұрды. Аттан деген уақытта әр рудың өздеріне барып шауып келіп хабарлайтын адамдар болды. Құстай ұшып шауып келіп айтатын болды. Аттан, алаш, пәлен жерге жиналу дегенде. Сонда 1, 2, 3 күнде біздің халқымыз осынша даладан қалың қол 500 мыңға дейін әскер жинап үлгерген. Мұндай жылдам әскер жинап, мұндай соғыс алған ел ешбір ел болмаған. Оларда мұндай ат та болмаған, мұндай әдет те болмаған. Бізде кім қай ауылға шабады, кім қай ауылға айтады, қай ауылдан қанша әскер шығады. Міне ру, ата, соның барлығынан саналады. Мына ауылда міне мұнша түтін бар. Әр түтіннен мына бір сарбаздан үшеу болса екеу болса біреуі жалғыз алынбайды, соғысқа алынбайды. Сол тәртіппен білген қанша қол қай ауылдан шығады.
соның өзі жауап беріп жауапты адамы болатын. Міне соның арқасында біздің ел тез жиналып, тез шабуылға шығып, әйтпесе келе жатқан жаулардың бетін қайтарған. Екінші, мемлекеттің қазынасы. Қазіргідей қазына жоқ, ақшаны аудара беретін. О кезде осылай жиналады салық. О да алдын ала жасалып қойылады. Пәленбайдың биі мынау, пәлен рудың. Бұл мұнша түтіні бар, мұнша қой бересің, майдамалмен берсең. Әйтпесе ірі қарамен мұнша ірі қара бересің. Оны пәленшеге жеткізіп бересің. Деп соның бәрі жазылып қойған. Оған ешқандай милицияда келмейді. Жаңағы ауылдың биі өзі шешіп, сонша малды жылда жеткізіп беріп отырған. Сонша малды жөндеп. Ал енді осы мемлекеттің барлық құрылысы керегесі деп тұрғаным сол жаңағы. Осынсыз қалай күн көрер еді о кезде? Егер рулар болмаса, аталар болмаса, сондықтан ол болмайтын еді. Тентіреп жүрген халық, босып жүрген халық бүйтіп бірігіп салықта жинай алмайды, әскерде жинай алмайды. Ал енді қазір ол жұмыстарды мынандай бағытқа жіберуіміз керек. Ата бабамыздың осындай істеріне, үлкен астарға, олардың басына кесене қоюға, осы сияқты тәлім тәрбие қып, ел болайық, мынандай нәрсе жарамайды, мынамен айланысайық деген әңгімелерді осындай жерде шешіп отыратын, осыған пайдалануымыз керек. Ешкім жасырмау керек өз руын, айту керек. Не? Намыстанатын нәрсе бар ма? Қорқатын нәрсе бар ма осы жерде? Жоқ. Оған жол ашық болу керек меніңше. Сондықтан мінекей ағайындар білеміз, қай ағайындардың екенін. Мынау бабалар, Қоңырат бабамыз, менің де бабам, Шыңғысханның да бабасы, барлықтарың да бабаларың. Бізге бөтен, бір-бірімізге бөтен жоқ бізге. Біздікі бәрі бір ортада. Батырларымыз да ортада, бабаларымыз да ортада, дастархандарымыз ортада. Бәрі бір қазақпыз. Біз қазақпыз болды. Сол жетеді бізге. Сондықтан ештеңеден жасқанбай, қазақтығымызды жасап, салтымызды ары қарай жалғастырып, ұрпақты соған тәрбиелеп, елді тәрбиелеп, елді тәртіпке келтіріп, осылай өмір сүруіміз керек. Біз әлемді тітіренткен халықпыз. Әлемді алған халықпыз біз. Сіздерге оның барын айтсам, ол көп уақытқа кетеді. Біз бүкіл Европаны, бүкіл Азияны біріктіріп, қол астымызда ұстаған халықпыз. Біз мынау шығыс жақтағы үлкен халықтың өзін қамал соқтырып, әне жерден бері қарай аттатпай қойған халықпыз. Мына жақты түгел басып, осылардың өзінің басын қосып, ел қылған біздің халық керек болатын болса. Бірақ енді қазір әлсіздеуміз, аздаумыз. Бірақ енді біз аз деп айтайын десем де аузым бармайды. Қырылғанымыз да бар. Аштықтан да қырылдық, дерттен де қырылдық. Соның өзінде біздің санымыз өте көп болған. Дәл қазір мен ары бері есептеп, мынау Тарбағатайда 17 миллион бір ауданда халық бар екен. Соның жартысы қазақ дейді. Соған да әкім болып ұстаған осы сіздердің облыстарыңыздың бір азаматы қазір. Сол келіп ағай сізге әдей арнайы айтайын деп келдім мен, ақылдасып болсын. Сіз жинап жүрсіз ғой осы мәселелерді. Шын мәнінде дейді 17 миллион халықтың жартысы біздің халық. Олар енді қазақ демейтін болу керек өзін. Бір руларды айтып жүренді. Не Найман, не Керей, не басқа. Енді Сарыөзен деген өзен бар. Оның аты ілгері заманда жасыл ағыс еді. Анау түрік жазуында жасыл ағыс деп жазылған. Көкпар тартады, киіз үйлерде отырады. Оны біздің жігіттер барып жетіп жүрген жоқ. Мына Тәжіктің өзінде Лахор деген 2 миллион халық бар дейді. Олар қазақ түгел дейді. Енді мына Өзбекте өздерің білесіңдер. Оларды кезінде Аристов жазған,
бауырғалық қой, біздің халық қой. Осы қоңыраттар бізде көп па, оларда көп па? Ол енді әлі шешілмеген мәселе. Мына Суқандария, Қашқадария облыстарын арладым. Түгел осылар. Енді мына Афганистаннан көп қазақ барып, өзбекпіз деп Арабияға барыпты. Сөйлессем бәрі қоңыраттарымыз дейді. Бірақ өзбектеріміз дейді. Сол сияқты далақорда бар. Мына өзбектің Аристов жазған уақытта 70% қазақтар, 60%. Ар жағындағылар сарттар деп жазылған бұрын. Қалғанның бәрі біздің рулар. Міне осы сияқты тіпті мынау Қарекеңе айтып бердім. Шешенстанда 5000 төлеңгіттер тұрады екен өмірде. Бір көпірдің ар жағында. Бір бізде әкім болған жігіт соған барып келіп меймандыққа. Сол айтып келді. Мені анау кісілер келіп меймандыққа шақырды. Біз қазақтармыз, осында тұрамыз. Біздің ауылға келіп кет. Бізді ұмыттыңдар сендер. Дегеннен кейін анау шешен достарыма айттым дейді. Бірге барып келейік, тамақтарын ішіп, шай ішіп. Барып қайтайық деп едім дейді. Ойбай, о жаққа бізге баруға болмайды. Неге болмайды? Бізде ана көпірден өткен шешен жоқ дейді. Жер бетінде қалмайды, жоқ болып дейді. Сондықтан бізге жол жоқ. Олар бізді қабылдамайды. Біз оларға тие алмаймыз дейді. Сонымен мені дейді әкеп көпірден жалғыз өзімді жіберді. Аналар ар жақтан қарсы алды. Алып кетіп барып күтті дейді. Жағдайлары керемет. Барлығы үлкен үйде тұрады. Бізде дейді материалдық проблема жоқ деп айтты дейді. Әлемнің әр 30-ші жылдары біз бөлек мемлекет болып шығамыз деп. Иранның білесіңдер 70 миллион халқы, оның 25 миллион әзірбайжандар. 10 миллионы біздің мына бақтиярлар, қалғаны парсылар. Соларға біз Иран болмаймыз, біз бөлінеміз, бөлек мемлекет боламыз деп. Шатақ шығарып бөлінетін болғанда парсылар жалынды. Әй, біз бөлінсек, біздің бәрімізді құртады, жаулап ақ қояды. Енді бөлінуге болмайды. Одан да біз мемлекетіміздің атын өзгертейік. Персия деген атты қояйық. Енді Иран Туран деп аталған аты бар еді жалпы жердің. Сол атымен атайық мемлекетті. Мына билікті кезек-кезек істейік деп біздің бабаларымызды көндіріп осыған. Ал енді осылай тәртіп болады екен, әділеттік болады екен деп көніп қалған. Қазір таста жоқ оларға. Бәрін парсы қылып жіберді, басқа қылды, түгел парсыға айландырып бара жатыр енді. Ал енді мынау Шыңғыс ханның соғысының өзі табиғатын қазір көптеп сөз қылып жатырмыз. Соның ішінде оғысының атына ауыр біздің өзіміздің халықтың өкілдері сөз айтады. Қаншер болған, қырған, шапқан деп сөйлейді. Шын мәнінде соғысы шапқанға дейін осы жерді. Міне жердің бәрі парсының қарамағында болған. Мұхаммед Хорезмшах деген Хорезмде отырған парсы осы жердің бәрін жайлап алып билеп отырған. Оның 400 мың әскері болған. Біздің бабамыз Мұхаммед Хайдар Дулатидің өзі кітабын парсы тілінде жазған. Біздің білімді адамдарымыздың бәрі парсыша сөйлеп, парсыда жазып қалған. Қазір біздің адамдар қанша қалай орысша сөйлеп жүр, сол кезде олар парсыда сөйлеп қалған. Соған мына Шыңғыс хан біздің халқымыздан аяқта біріктіріп, енді оқысы біріктіргенде жаулап қырған жоқ, шауып алып бағындырды. Бір ортаға бағынасыңдар, бұрынғы түрк қағанатындай күшті қайтадан мемлекет боласыңдар. Сол жердің бәрін қайтадан қайтарып билейміз деді. Міне сол кезде шапты, Найманды да шапты, Керейді де шапты, басқаларды да шапты. Бірақ басын біріктірді. Басын біріктіріп күшейіп алғаннан кейін келді. Ол кісіде 200 мың әскері болды. 400 мың әскерге қарсы кетті. Міне отан қорғау соғысы ол. Мына түріктің жерін қайтару, мына халықты қайтадан өзінің халқы етіп қайтару, өз қалпына келтіру. Осы соғыстармен біткенше шайқасты. Парсының әскерін қырды ма? Қырды ол кісі.
жайғалықты еш жерде қырған жоқ. Мына отырарды жауып атыр. Сол қырған, сол талқандаған деп. Отырар 15-ші ғасырға дейін тарихта бар. Ол жұмыс істеп тұрған халық. Сауда, саттық бәрі де жүріп атқан. Оны қырған мына таққа таласқандардың өзі осындағы майда қандар. Оны Шыңғыс ханға жауып керегі жоқ. Сондықтан ол өзіміздің халқымыздың қолбасшысы, біздің халқымыздан шыққан мына Қоңыраттардың ұлы, Қоңыраттың қызының күйеуі. Ал не қылдайсыңдар? Осындай адамды маңдайдан тебуге бола ма? Қазір моңғолдардың әрқайсының үйінде соғысының суреті тұр. Бір баласы келін түсірсе, соған әкеліп басын игізеді екен. Соған ант бергізеді екен. Бір академия ашыпты, бір үлкен ат қылып, оны атқа отырғызып қойыпты. Сырттан келген елдің бәріне көрсететін құсайды, бұл моңғол деп. Оның заманында моңғол деген сөз болмаған, моңғол деген халық болмаған. Мен Ираннан сол Рашид ад-Диннің кітабының бұзылмаған сондай кітабын алдырттым. Соны оқып шыққанда моғол деген сөз бар. Моғол деген ол біз. Шыңғыс ханның мемлекетінің аты Моғолстан, Бабурдың мемлекетінің аты Моғолстан. Бабур Барлас руынан, Барлас деген кісі қан болған жері мынау орда деп айтып атырмыз, ана үш би орда болған деп үлкен жиын өткіздік қой. Барлас сол жерде қан болған екен. Бадам деген кісі соғыстың басы уәзірі болған екен. Міне соның тұқымдары. Бұлардың бәрі қазақтар. Міне осылардың бәрі моғол деген ilgergi zamanda Moğol Tatar деген екі ұлы болған деп Оғыз ханды айтады. Енді ол солай ма жоқ па білмеймін. Бірақ Моғол деген әруақ баба ақырып айғайлайды. Мен бөтен халыққа қанымды бермеймін, сендер не істеп жүрсіңдер дейді бізге. Шыңғыс хан ақырады. Мен бөтен халықтың бабасы болмаймын, мен өз халқымнан неге ажыратасыңдар мені дейді. Енді мұндай жағдайға жіберуге болмайды. Мен мына тарихшыларға айтып отырмын. Ол Шыңғыс ханның кезінен 12-ші ғасырдан мыңдаға дейін осы елді басқарып келген Шыңғыс хан тұқымдары. Енді сендер оны моңғол қылсаңдар, олар игерсе, енді бір 100 жылда олар да 30-50 миллион болады. Сол кезде айтады, мынау біздің жеріміз екен. Мына қазақ дегендер отырып апты ғой. Мұны біз қайтармаймыз ба дейді. Олар да күшеймей ме екен? Сонда ұрпаққа біз не қалдырамыз? Тағы соғыс қалдырамыз. Қайтадан мына жерді қорғауға тура келеді. Қазір ол сіңіріп алмай тұрған уақытта жұмыс істеп сақтап қалу керек, қайтару керек ол кісіні. Міне осындай әлемде үлкен құбылыстар болып жатыр. Осының алдын алып саясатты тура құрып, тура қызмет, тура тіршілік істеуіміз керек, ақылмен тіршілік істеуіміз керек. Сол үшін анда-санда өстіп бірігіп, осындай іс-шараларда бас қосуымыз керек. Мен өстіп сіздердің жиылғандарыңызға, мына іс-шараға келгендеріңізге, бас қосқандарыңызға қуанып отырмын. Қуана келдім. Осы келгенде мен анау біраз жерде болып келе жатырмын, қыдырып келе жатырмын. Алла берген қуаттың арқасында. Ана жақта Қарағанды облысының ар жағында, анау Аягөзге жақын жерде Бердіқожа батырдың бейіті табылды. Сол жерге кесене соғылып, кеше сол жерде ас берілді. Соған барып қатысып келдім. Сол жерде әнді елген алдында осындай әңгіме айтып. Бүгін енді Шанышқылы Бердіқожа деген кісі. Сол енді қайда қалды екен осы кісіні біздеп жүруші едік. Сол жақта сол Аңырақай шайқасынан кейін біраз батырға біздің үлкен бабаларымыз тапсырма берді. Енді мына қалған жоңғарларды қуалап, осылардың қолға түскенін қырып, түріп, ары қарай шекарадан шығарып жібересіңдер деп тапсырма берген екен. Соғысы сол батырлармен кеткен еді,
содан хабар болмай қалды деп еді. Сөйтсек сол жерде қайтыс болған екен. Міне соғысының басында болдық. Бүгін Қарабура бабаның басында болдық. Өздеріңіз сияқты елмен келістік, көбісін болған шартын сөйледік. Енді Алла қаласа міне сіздердің алдарыңызға келдік. Мына кішкене осындай жағдайды пайдаланып, кішкене кейбір мәселелерден сіздерге мәлімет берейін. Ел біле жүрсін. Біздің не ойлап, не үшін күресіп жүргенімізді. Біз де мына бір жасқа келдік. Тыным таппай шауып жүрміз. Сонда біз өзімізге бірдеңе тамақ асырау үшін жүрген жоқпыз. Халықтың қамын ойлап жүрміз осы жасқа келгенде де мінекей. Сондықтан осында айта кетейін деп келдім. Енді мына ниеттерің қабыл болсын. Жасап атқан тіршіліктеріңді бірінші Алла қабыл алсын. Алла қабыл алса бәрі болады. Осынша жұрт жиналып істеген тіршілікті тілеуді Алла қабыл алады. Енді осы бабамыз қабыл алсын, Құрбан ата. Басқа аруақтар жатыр Өзбекәлі. Біз қызметтен болдық, ағайын болдық, жарасып, араласып жүрдік. Өте тамаша адам еді. Міне соғысы жатыр. Сол сияқты басқа аруақтар да жатыр. Барлығының да аруағы риза болсын. Сендер естімейді деп ойламаңдар. Бізді осылай жаман үйретіп тәрбиеледі. Құлағың тас, көзің ештеңе көрмейді. Олардың бәрі ортамызда. Әр сөзімізді естіп отыр. Мен білгеннен кейін айтып отырмын. Мен сендерге өтірік айтып тұрған жоқпын. Мен жалпы өтірік айтпайтын адаммын. Олардың бәрі мінекей бірге қуанып, бірге түлеп. Бірақ нәрсеге кішкене қазір назары кішкене ойланып қалатындай сияқты. Ол мына жүріп атқан осы бір әңгіме жер жөнінде. Содан басқа нәрсеге олар қазір аса мән беріп тұрған жоқ. Барлығы жақсы болады деп тұр. Бет алыстарың дұрыс, бағыттарың дұрыс. Осылай алға баса беріңдер деді. Ал алға басайық осылай. Бәрдеріңіздің артынан үлкен алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Өміріңдей ұлағатты сөз айтып, мұхиттай терең ойларды айтып, барлығымызды осы кеңейтіп атқан. Рахмет аға. Ал енді мына имам отыр, қазір имамға береміз. Жаңағы айтқандай, мынау штабтың бастығы деп осы Шолатай Мырзахметов ағамыз бір-екі ауыз сәлемдесу өзінің ойын айтпақшы. Ертең Құда қаласа онда мынау кесененің ашылуы болады. Ол кесенеге ерен еңбек етіп, өзінің бүкіл қайратын қосқан Мұрат осында отыр. Оғанда бір қол шапалақтап қойыңыздар. Осы кесенені ертең ашамыз Құда қаласа. Кейбіреулер ақшасын есептеп жасайды ғой бір ондай тірлікті. Бұл кісі ешқандай есептемей, өзінің барлық күш қайратыменен соны жасап шығып отыр. Міне, ертең Құда қаласа ашылады. Шәке, сізге. Рахмет. Ассаламу алейкум ағайын, ардақты бауырлар. Барлықтарыңызға да ниеттеріңіз қабыл болсын. Өйткені мен сіздердің бабалардың рухына басия келіп, ата-аналарыңыз еске түсіп, жүректеріңіздің қаншалықты лүпілдеп, мейірім шуақтасып тұрғанын сезінемін. Өйткені мен сіздердің қатарыңыздамын. Ниеттеріңіз қабыл болсын, бауырлар. Осыдан 30 шақты жыл бұрын облыста үлкен бір іс-шара болды. Мен мынау көрші Созақ ауданының атқару комитетінің төрағасы едім. 3 облыстың делегациясы қатысты. Жамбыл облысынан, Қызылорда облысынан, сонан Жамбыл облысының бірінші басшысы, мына жаңа өздеріңіздің алдарыңызда әңгіме айтқан ағамыз Өмекен осы Жамбыл облысының өзі Оңтүстік Қазақстаннан енші алған екенін, Қарашаңырақ Оңтүстік Қазақстан екенін айта беріп өз ойын ортаға салды. Артынан Жамбыл облысының басшысына беріп еді, ол кісі шықты да айтты. Мынау қазір мықты компаниялар шықты, Джон Эйр дейтін, американдық. Содан масақ-қасақ қалатын шығар. Өмекен аған сөйлегенде сөзді масақ қалмайды, не айтарын білмей тұрмын деп. Сол айтпақшы, Өмекен мен де не айтарын білмей тұрмын. Ал енді бауырлар, менің бір-екі ауыз әңгімем сіздерге. Шүкіршілік Аллаға. Мынау елбасы үлкен идеяны ортаға салды халыққа. Мәңгілік ел болайық, бауырлар деп. Ал мәңгілік ел болу үшін бірлік болу керек. Бірлік болса тірлік болады.
ынтымақ болу керек, өйткені ырыс алды ынтымақ. Соны байқаған біздің бауырларымыз, Қоңырат атаның ұрпақтары, Құрбан атаның ұрпақтары кеше біраз уақыт бұрын сол қоғамдастықтың, Қарабура қоғамдастығының басшыларынан рұқсат сұрап, биылғы жылы Қарабураға арналған асты осы сіздердің бауырларыңыз көтерді. Мына Сақтаған деген азамат сол жерде барлық мүмкіндіктер жасап, соның басқасында мына менің қасымда отырған Болат, мына жүгіріп жүрген Керімбек, Керімқұл, Көпен, Әмірбек, Омар, осындай жігіттер аянбай еңбек жасады. Білесіздер ғой, енді көпшілікке қызмет жасау оңай емес, 2-3 мың халыққа. Барлық ойдағыдай болды. Сосын біздердің мынау Жаңақорғанда жүрген бауырларымызға үлкен рахмет бас иіп, кешелі бері барлық көркемдік жағын солар көтеріп кетті. Сондықтан мына сіздердің алдарыңызда сол бауырларыңыздың атқарған қызметін, оның үстіне кеше мен бір соңғы рет сөйлесіп қалғанымда, сол Қарабура қоғамдастығының басшысының бірі Қарабура кесенесін салуда соның басқасында жүрген Ержан Құрал дейтін азамат айтты: аға, мен сізді бұрыннан аға танып бірге жүретін ек, бірақ мына бір шарадан кейін біз бауыр сияқты болып кеттік қой. Енді ағайын бауыр сияқты жақсылықты да ел басына болмай тұрмайды, бір ауыртпалық түссе де бірге көтеріп жүрейік. Біз сіздермен ең шалыспаған қазақ екендігімізді білдіріңіздер дейді. Сондай бір сіздердің бауырларыңыздың ықылас ниетінің арқасында үлкен ықыласқа бөлініп, оның елдің бірлігі артып келе жатыр. Оған мына ортамызда Өмекен ағамыз бас болып жүрді. Оның қасында мына Ғариполла Есін дейтін бауырымыз бірге жүр. Бұл кісі айттым айтпады ма, академик, философ, тек қана философ емес, жазушы, өзі тарихи терең зерттеп барып, әр елдің тарихын көтеріп, ең басы қазақтың рухын көтеріп, қазақтың кім екенін, қазақтың әрбір азаматы мен қазақтың деп мақтанатындай дәрежеге шейін көтеріп жүрген азамат. Сондықтан оның барлығы қосыла келіп, біздің ынтымағымыз артты. Мынау Алталаштың баласының біздің бірлігіміз артты. Енді Құда қаласа тірлігіміз де мықты болатын шығар. Сондықтан мына ниеттеріңіз қабыл болсын, әр қайсыларыңыздың отбасыларыңызда құт-береке, қуаныш мол болсын, жеке бастарыңызда денсаулық зор болсын, аманда Алла жар болып, әр уақытта қолдап жүрсін. Рахмет бауырлар. Рахмет Шәке. Ал енді Ауминдіге Өмірбек Байгелдаға мынау жиылған халыққа мынау астың батасын сізден сұраймыз. Анау қасиетті жерге қалың халық жиналып, бір үлкен істі қолға алып, осы істі ертең сол кесауын кесіп ашайын деп отыр. Ол осы қазақтың біраз халқының атасы Құрбан ата. Сол жұмылған істерін ойдағыдай аяқталып, Алла қабыл алып сол істеріңді мынау үлкен аруақ бабаларының аруағы риза болсын. Алла біздің осы тіршілігіміздің бәрін ұнатып, біздің басымызды қосып, осы маңдайымыздың жұлдызын жағып, осы бізге бостандық берген Алла бірінші. Оны біз қай уақытта да айтуымыз керек. 1000 рет Алланың алдына жығылуымыз керек. Алла осы бергеніңнен ажырата көрме. Мына халқымыздың осы қосылған басын ажырата көрме. Осы халқымызға берген бейбіт өміріңді ала көрме Алла Тағала. Бізге мәңгі бақи, бейбіт, халқымызға бақытты өмір бер Алла. Аумин Алла. Құран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم سبحان آمين. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Okulan kasiyetli Kur'an ayetlerinin savabını, bugünkü osunda işine jigen karıqsan jayılgan dastakhandardın sadakalardın savabını, evvelden ahırga din la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah da dünyadan etken barşı kelime koyma o Müslümanların ruhlarına, bunu Arslan Baba Evliya babamızın ruhuna, aman atalarımızın ruhuna, bugün arnayı as verip oturgan bunu Amberbek atamızın ruhuna, Ubas Ecemizin ruhuna, Şükreli atamızın, Kurmanaylı atalarımızın ruhuna, Yesveli apamızın, Cumakül apalarımızın ruhlarına, bu kişilerin ömürden ötken ata-analarına, babalarına, ata-ece, tuğan tuğskanlardan ötkenlerin ruhlarına arnayı bağışlarım. Marhumlarga Allah'ın rahmatı, Peygamberimizin şefaatinden bulup, jasagan bugünkü niyetleriniz kabul olsun. Bir-Rahmetike Rahman. Allah'ım kabul olsun. Sana bak. Şimdi kazanacak. Şu var mı?